Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін біз кезекті табиғатқа шықтық. Табиғат аясында демалуға. Bir тәулікке келдік. 24 сағатқа мына жерге балық аулап, аңшылық жасап, ағаштарды міне тасып қойдық. Түңгіге от жағуға, жылыға, пешке. Мына жерде міне палаткамызды құрамыз. Сол жерде балық аулаймыз. Мына жерге бүкіл тесіктер тесіп, шортанға флажоктарды қойып қоямыз. Сол қазір оны түнге қарай бастайтын шығармыз. Өйткені уақыт кешірек болып қалды. Мына жерге жеткенше үйден түстен аса шықтық. Сондықтан шамалы қараңғы атқанша аңшылық жасаймыз ба деп отырық. Кешкеге қуырдаққа бұйырса бір қоян атып алу керек. Содан қуырдақ жасап, сосын қараңғыда отырып кішкентай майшабақ балықтар аулаймыз. Түсіп жататын болса, бірден флажоктарды құрып әр жерге, тесіктерге. Сол. Ал ендеше 24 сағат сәттілік, Алла қаласа. 24 сағаттан да жасай деп тұр ғой, ертең кешке шейін болған болады, бұйырса. Иә, 24 сағаттан асамыз. Сол, дұрысынан бір тамаша демаламыз. Ал, бисмилля, бастадық. Әдірше жетеді енді осы. Мына жерде тағы да ағаштар бар. Мына жерде бір қаптан артық ағаш болу керек. Ал, Алла қаласа, аңшылық кеш батып баратыр. Сондықтан қоянға аңшылық жасап қайтамыз. Бұйырғанына қарай кешкеге азық керек. Қуырдаққа ет керек. Сондықтан қалған ағашты түнде фонарикпен жарамыз. Ал, аңшылықты бастап кеттік, бисмилля деп. Шамалы уақыт қалды міне. Күн ұясына 1 сағаттың көлемінде батады. Біз енді көп жүрмейміз. Шамалы жүріп, қатты қараңғы батпағанша қайтып келу керек та. Ағаштарымызды, палаткілерімізді құрып орналасу керекпіз. Сондықтан шамалы қараңғы батқанша жүріп көреміз. Алла қаласа қоян алсақ алдық, алмасақ ертеңге қалады онда қоян. Сол, Қуырдақ керек, қуырдақ. Иә, Қояннан қуырдақ. Қояннан қуырдақ. Қояндардың бәрі мынаның ішіне қарай қашады. Мынаның ар жағына түсіп аш сен. Мына талдың ар жағына. Аха, талдың екі жағынан жүріп отырайық. Айбек, саған шығады, қозғалма.
Ай, молодец. Сен менен әжептәуір қалып отыруың керексің ау деймін, сонда сен жақта адам жоқ деп ойлайды да. Мен жақтан шығады да саған қарай қысы алдын ала алысқа қарап отыр. Уже жүгіріп келе жатқанда көріп қалуың керексің ғой. Сен артында жүрмін бе, ар жақ бетіне өтейін ба сонда? Ар жақ бетіне өт, ар жақ бетіне. Сол менен шығып сен жақпен қашады ғой. Сен жақта ешкім жоқ деп ойлайды ғой. Давай. Айбек қозғалма, саған барады қазір. Артқа қашты. Баратыр саған. Бисмилля, Аллаху акбар. Түсінбедім, Абоқ. Алтын. Альхамдулилля, молодец. Красавчик. Рахмет. Абдушы. Қалай тура шықты ма? Маған қарай келсей. Қазда қоян ой. Ай, молодец, Көкарлан. Кел. Молодец, Көкарлан, кел. Ай, молодец. Түсіндіріп айтатын болсам, мына жер былайынан ұзыннан өсіп отыр. Айбек екеуміз қатарласып екі жағынан жүріп отырық, шыққан қоян алға қарай қашып кетіп отыр. Сондықтан біз қандай жоспар құрдық? Мен бер жақ шетінен алға қарай жүріп отырмын. Айбек менен 200-300 метр артта талдың мына жақ бетінде жүріп отыр. Менен қашқан қоян айналып бәрібір Айбекке қарай қашады. Айбек тура соны алдынан күтіп алды деген ойдамын. Қазір Айбектің өзінен сұраймыз не болғаны. Міне Айбек алды қоянды. Ал, айта бер. Алла шүкір. Базар жоқ. Қалай алдың? Тура ар жағынан қашты, мен жатқан жақтан беші. Сол жағынан кетір екен. Ана ар жақтан қашқан жоқ қой, иә? Аха, сол жолдың ар жағынан. Иә, ол надан шықты да ары қарай кетті. Сен мына жерде келе жатыр ма едің? Иә, сосын тоқтап қалдым да күтіп тұрмын. Көрдім сосын. Жақындасын дедім, қозғалмай тұрмын. Жүгіріп кетті, осылай тұрдым ғой. Былай кетті, талдар мешет тұр ғой, ашық. Бір ашық жерден бір аттым. Сосын бүкіл талдар шөйді, артқа қарап тұрдым, артта ашық жер бар екен. Сол жер көзденіп тұрдым ғой. Өткен кезде, жеткен кезде атып жүргем. Ауын атты, түк қалды. Короче, анда талдардың арасынан екі ашық жерден аттым ше. Профессионально давайте вот, короче. Жоспар өтті. Бір қоян бүгіндікке қоя, не қуырдақ бар, Алла қаласа. Ал. Қуырдақ семіз өз. Міне, тамаша. Альхамдулилля, өтті сөйтіп бақырын-ақырын.
Қоянымыз тамаша. Мен бір рет аттым бұл қоянды. Естідің ба? Аха, естідім. Мә. Сұрасы тоқтап қалдым. Молодец. Бұланы бір аралайық, мына жерді аралатсақ, сосын қайтамыз атқа қарай. Аңшылық жасап келдік. Қоянды алдық. Бүгін аш қалмаймыз әйтеуір. Аллаға шүкір. Айбекке айтқам тұғым. Әдейі тамақ алмайық үйден. Шамалы алдық енді жаңағындай. Кішкене, бірақ негізгі тамақты осы жерден тауып қоянымызды аулап, балығымызды аулап, содан уқа жасап, соны қуырып деген сияқты ой болды да. 24 сағат күн көреміз енді. Анау жерге палат күн құрамыз қазір, мына жерге, жақын жерге. Иә. Мына жерге. Тереңдіктерін тексереміз, бір жақсы жер тауып алсақ, палаткамызды құрып. Kanalımın көрермендері жақсы демалыс болып отыр, общем. Шама келсе осылай шығып тұрыңдар. Әрдайым. Жетісіне бір рет хотя бы, жоқ дегенде. Осылай по-любому үйде жатып, сотка шығып жатқанша осындай демалысқа да жетсін. Адам деген негізі анау ғалымдар айтып отыр, соткадан демалмайды екен. Соткадан үйінде жатып, мысалы хоть 24 сағат сотка шықып ұйықтап жатса, по-любому ми демалмайды екен. Осындай таза ауа, балыққа, охотаға елі. Жаңағындай неге? Атпен, хоть спортпен айналысып елі. Сондай нетсе, жақсы демалады екен бұл. Айбек ағаш жарып отыр әлі. Ана жаңағы мана асығып жарған ағаштарымыз ұзын болып кетті. Пештің ішіне сыймайды. Сондықтан қысқа қалды. О, мыналарың әдемі. Қайттан Айбек ағаш жарып отыр. Айналдым тазым түріңнен, садақтай мойның иілген, қақпандай белің бүгілген, құйындай жерді үйірген, атылған оқтай зу етіп атқанда озып жүгірген, аң қуып бара жатқанда қарасаң көзің сүйінген. Айтатын әттең тілікем ізгесіп жүріп күнімен, иесін сессе қаяңның иесі байқап түрінен. Айбек молодец, біраз ағаштар жағып қойды. Сағақ күні. Түнге қор дейсің ғой таң атқанша. Жан жағына осылай жинақ қоямыз, кеуіп, қарылар еріп тұрсын.
Дала тас қараңғы болды. Әлі балық аулаған жоқпыз, неге десеңіздер, мына ағашты бірінші ағаш жарып алайық деп отырық. Ағаштарымыз таң атқан жететін болсақ, сосын қазір балық аулаймыз. Мына жерге бүкіл жаңағы шортаның флажоктарын қоямыз. Содан кейін мына жерге қуырдақ істейміз. Әлі тамаша түні бойы жүреміз ғой. Болдық. Балық аулаймыз ақырын. Мына жер іші ысып кетті. Бірден бір шайнек қойып ек. Негізі ішінде тоңбай шешініп қойып кәдімгідей үйде жатқандай жатуға болады. Мына жерде қазір машинада екі не бар? Жиналмалы раскладушка бар. Соны саламыз. Мына жерге түнде төсекке соған жатамыз. Сағат 8 енді болды, 8-ге 10 қалды. Әлі біз балық аулаймыз. Алла қаласа кішкентай балық түсетін болса, түні бойы жерлицаларды құрамыз шортанға. Сол қуырдағымыз. Мына жерде қоянды мына жерге кіргізіп қойдым, әлі сойған жоқпыз. Соямыз, уақыт жоқ оған. Айбек шаршады біраз. Аралады міне. Түні бойы. Мыналарды бәрін жарды. Енді мына жерге негізі келесі шыққан кезде мына жерге Алла қаласа мынандай жарықшам ілініп тұратын сондай аламыз. Мына жерге бір жарық түсіп, мына жерден біреу түсіп тұратын қылып па, мына жерге ортаға балық аулайтын жерге былай салбырап тұратын, сосын мына жерден бүкіл мына палаткың ішіне жарық беріп тұратын. Бізге негізі мына фонарикпен де ыңғайлы, бірақ мынау камераға неге түсіргенге ыңғайсыз болып кететін сияқты. Көреміз енді. Үйден андай ыстық жоқ қой. Үйінен суық қой. Үйім ішінде шын. Аяғым қатып қалды үйде жүріп. Мына жерге әлінде ыстық. Қармақты салдық. Түртіп атқан жоқ әзір. Кофе. Сосын шоколад. Қазақстан деген ұлттық өнім. Нағыз бренд қой енді айтқанда. Бәрін білет шығарсыңдар. Осымен тема кетеді да, шайда, кофеде. Маша. Әдей саған алып братан. Анау сыртын мына жерге іліп қойық та, туды. Туды ма? Давай. Әрбір балықшының палаткасында осындай тұру керек. Ана айтады, балкондан әрек қойында деген сияқты. Балықшыларға айтамыз осындай. От жаңған кезде езу келіп жүреді, мына үшін таш келіп жүреді. Биыл неге түсеміз да? Мұзға. Мұзға түсеміз да. Балық түспей тұр. Челеңдетіп өтін ақырын. Мен бұл кофені ашып қойғашында. Айбектің мана бір екі рет түртті, білмеймін, адасып жүрген балық па. Қоян жатыр мына жерде. Қуырдақ істейік құрсын, тамақ істейтін уақыт болды. Мұзды тесіп қоянды жууға. Бисмилlah. Міне мынандай қойып тастадық. Аяқтары, қолы бәрін сойып тастадық.
жүрегі мен бауырын алдық. Ал кеттік қуырдақ жасаймыз. Міне қоянды қазір турап осыдан қуырдақ жасаймыз. Бізге енді соншамадай көп қып жасамаймыз. Андай жерлерін алып сүйектерін лақтырып жібереміз. Тек қана етін ғана аламыз. Орын көп кетеді. Сүйегін иттерге азық, оларға да тамақ керек. Ертеңге дейін. Кеше тамақ жеген, бүгін түкке жеген жоқ. Осылай. Тамаша қазір қоянның етіне қуырдақ жасаймыз. Тамаққа тойып аламыз, наншы жып-жылы. Сосын ақырын ұйықтаймыз, әңгіме айтып жатып. Тамаша демалыс болып отыр. Невадан алыс емес точно. Тура кетті ғой, иә. Жақын болуы мүмкін Невадан ақша. Просто бұл талда жаңағы мешет етіп тұр ғой. Бірақ алыстан көріп қоятын бұл маған қарай кеткен қоян. Алыста ашық жерден шығады мен алдымдан. Бисмилля деп ішіндегі су ішсін шамалы. Балық қабатын түрі жоқ әлі. Отырық. Қызыл ғой. Тамаша пеш екен. Ағашы көп жер болса, ағаш болатын болса, сөз жоқ, жақсы. Бірақ ағашта шамалы қиындау болып кетеді кейде. Бисмилля. Қанша қиын ек. Қолдағымыз салайық. Жарғазы етіп газға істеп отырық. Ыңғайлы ортаға қойып қойып ақын қарап отырып пісіресін. Анаған отты көп салу керек. Сосын отты көп салғаннан кейін мынаның іші ысыйды. Есіктерді ашуын көресің. Анау кәдімгі пеш қып-қызыл болады. Пеш қызарады, мынаның іші ысыйды, терлейсің, ашасың, жабасың. Оны жай ғана қыздырып қойдық, мынаның іші жылтып тұру үшін. Мына газ пісіреді. Осы шетеді. Тамаша қуырып отыр. Подожди. Картошкасын салайын ба? Бисмилля. Суасын да салайын. Күшті шығып отыр. Жаңағы нелерін шығып отыр. Балалармен қарағыш нелерін істер.
О, tamam oldu. Тамаша пісіп қалды. Картошкасын жеп көрдік. Шамал укроп сүйіп жүрек. Қуырдақ. Пісті. Ал, бисмилля, пісті. Айбек қой әнетін бірінші рет ауыстайын деп тұр. Ал, бисмилля. Болды. Edemese, mayda uktuma suda Міне, Точно шоп да. сүйегін еш нәрсесін қосқан жоқпыз, тек қана еттерін ғана сүйекті етке. Қандай рақат, е? Кеше келдік, бүгін келдік. Шамал заттарымызды дайындадық, ағашымызды араладық та, бір сағаттың ішінде, бір сағатта жүрген жоқпыз. 45 минуттың көлемінде жүріп қайттық. Сосын бір қоян атып алдық, 20 минут болғанда, бір қоян атып алдық. Тағы бір қоян шыққан, одан айырылып қалды, ол қашып кетті. Ауыздан шықты. Бірден пісірдік. Тамаша. Балығын саулап атып, мынаны шышып жылы. Қазір тойып алып, бір жүріп қайтамыз шамал. Тамақтар қатып. Сосын жатамыз. Екі жерге раскладушқа төсеп аламыз да. Сүйексіз тағақта көбісін көретқандарыңыз. Кендір. Ауыстырдым. Дәмі ерекше болып бүгінгі құрдақтың. Мен құрдақтың қояннан құрдақ болып жасайып, үйде. Бірақ мынау дәмі тәтті болды. Қоян етін жемейтін мен оны. Айбек негізі даланың нелерін жей қоймайды, ұната қоймайды. Оның ішінде жаңа үйрек болсын, қандай даланың несі болсын. Тек қана Айбек жейді жаңа жылқының етіменен, сиырдың етін ғана жейді. Сондықтан Айбектің өзі жеп отыр. Қоян етін. Тәтті деген сөз ғой онда. Тамақты тоса алмадық. Қалды. Біраз жедік. Тойдық. At barma artık Bozudan it barma artık tazıdan Kumayım kaşak kulak sinedin jeti tazınam
мен неге сені аңсаймын кездерде арып ашыған ат мініп аңға шыққанда ауруым кетіп жазылам Қоян, несін? айналаң талғамың қызық ей бабам кіргізіп киіз Манадан көлікке жатты олар. қыз алса қалың малы деп 47-сін айдаған аласа малдың орнына бір алғыр тазы байлаған тоқымы текті не деген жоғалмай кеткен көнеден бір күшік үшін ерте деп бес аттың құнын төлеген тексіз иттермен ылып бас тараған текті енеден бүгінді берсең ішпеген өлексе берсең жемеген қандемдей қашып бұқпаған түріңді Аққа тойып алдық. Тазылар тамағын жеп алсын. Қоянды. Көліктің ішіне саламыз оларды. Соның ішінде жатады. Міне біздің үйіміз. Нұрт тұр. Мынау ағаштарымыз. Мына кейбіреулер сыймайды. Неге? Пешке үлкендеу қылып жарып қойыппыз. Қазір төсек саламыз енді. Төсек салып алдық. Айбек жатыр. Тема. Жүріп. Андай. Мен мына жерге жатам қазір. Мылтықты бәріне жерге дайындап қойдық. Пешке от салдық, міне ағаштар. Таң атқанша жетеді. Мен міне мына жерге жатам. Алла қаласа 1-2 сағат сайын ағашта отыру керек, енді ұйықтап қалмай қатты. Сол. Осы. Қайырлы түн. Ертең таңертең көрсеміз. Ал. Қайырлы түн. Таңертең Алла қаласа. Енді жұмыс жетеді. Ертең не істейміз? Таңертең балық аулаймыз. Бүкіл мына жерлердің бәріне тесік-тесіп кішкентай балық аулап көреміз. Таңертең ерте қабатшар. Түсетін болса бүкіл жерлерге жаңағы флажоктарды қойып тастап, сосын тамағымызды ішіп ап, сағат 11-12-нің кезінде аңшылыққа шығуға тырысамыз. Сол. Алла қаласа. Ертеңгі күн жоспары сол. Ал, қайырлы түн. Ассаламалейкум. Сағат 7 болып қапты. Тоңып қалдық, ұйықтап қапым шамалы. 1,5 сағаттай ма ұйықтап қапым, 2 сағат па мүмкін. Ана 40 минут сайын, 1 сағат сайын ағаш салып отқан, 3 рет салдым. Мына 4-ші рет салып отқан. Суып кетті, ұйықтап қапым, сөніп қапты, басылып қапты. Әзер тұтаттық. Енді тағы да бір ағаш салып бір ұйықтап алсақ, сосын ақырын балық аулап тұрамыз ғой, Алла қаласа.
аяз ұрып тұр бүгін. Түн жақсы болды, жақсы ұйықтадым. Шыжып жылы. Және тек қана 1 сағат сайын, 1,5 сағат сайын солай ағаш салып отыру керек. Ағаштардың бәрін жаныма дайындап қойдым да, түнде тұрып ағаштарды салам, қайттан төсектен тұрмай. Сол. Қалған тамаша. Сүйқын ұрып жатыр. Ағаштар. Әлі біраз ағаш қалған қайда. Жетпей қалама деп қорқып ек. Bir kese çayımızı içip aldık. Çaltırağı oynatıp bulik. Bismillah dep. Балық түртіп атқан жоқ, соғалпы. Кішкентай балық жоқ. Бұл жерге келген кезде кішкентай балық ақ бөлу керек екен. Шабақ балықтарды ақ көммесе, мына жерден түспейді екен. Бізде балық аулайтын уақытымыз болған жоқ. Таңғы асымызды ішіп алып жатырық. Жеңіл желпі кешегі қоян қуырдақты жеп аламыз. Паштет шамалы. Сонымен аңшылыққа шығамыз онда. Балық түспесе түспей ақ қойсын. Қазір заттардың бәрі осылай қалады. Осы төңіректе 1-2 километр маңында аңшылық жасаймыз. Қоян қарап қайтамыз. Сосын Алла қаласа Айбек донор істеп берем дейді ғой. Опа, бірінші балық. Мына шамам неге үлкен дүкені Живецкий. Живецкий үлкен. Көптен өткен бірінші балық келді ғой сөр. Некені. Кешен бері күттікті сүйесін. Айбек қашты. Артқа қарай кет қалды. Артқа қарай, ар қарай қуып кетті қазір. Білмеймін, саған қарай кірді ме, кірген жоқ па. Кіріп сен қайтуы мүмкін, тұра берсей. Кірді, саған шығады, күтіп тұр. Жаққа қашты, қайттан шығады қазір. Мен жаққа ма, қаяққа айтшы дұрыстап? Мен алдымда жүгіп барды, көгарайын, ар жақта алдымда. Бөлінбей кетті. Ол екеуміз де біліп тұр ғой, аяқта екенімізді. Алға қарай кетті ғой енді. Шаршадық. Аңшылық болмады. 2 сағаттан артық па, 2 сағаттай ма аңшылық жасадық. 2 қоян кездестірдік, екеуге. Екеуге кездестірдік, аламадық. Алыстан қашып кетті. Сол, енді мына жерге қайттан келдік. Шаршап тамақ істейін деп жатырық. Айбек мына окорочкадан донор жасап берем дейді. Донор. Картошка фрие. Окорочкадан жуа. Кафе донор емес енді. Чисто далабайский.
Тауықтың еті мариновать етілген. Қандай қуырып алды етін. Соус. Мясо. Дала донері оның аты. Бүгін болса дала донері болады. Дала донері. О. Дұрыс болды, қарны ашып тұр. Осың посайын ба? Жуады қосып. Огурчик қос. Бәзір жоқ. Кәдімі турецкий донерлер сақталар екен, ал өнер. Мәсі. Мынандай донер көрдіңіздер ме? Мынаны тоймасаң көрмейді. Мынаны қалай жейтінді бірақ. Өзім сияқты донер дейсің. Ал, бісмілля. Қолда бар нан осы енді. Нан дұрыс болмай қалды. Адамыз ғой енді. Фри салған жоқ му братан саған? Фри салған жоқ му? Фриін ұмыт кетпіз о. Мәсе бірдеме жетіспейді. Фриді тылқап тұлған астына. Насылқ. Машып бірақ. Ағайында тұрып, не ал? Далада кез келген тамақты етті ғой. Тамаша демалыс болды. Дала қараңғы атты міне. Түске қарай қайтамыз дегенбіз. Шай ішіп, тамақ ішіп, отырдық. Балық қаппаса да бір дұрысынан демалайықшы деп. Мәселе балық қапқанда емес, балық аулағанда емес. Тек қана табиғатта осы жерде отырып, ешқандай сотқы жоқ, не жоқ. Әңгіме айтып, әңгімеме бөлісіп отырып жақсы демалдық. Енді бұйырғаны бүгін бір қоян балық қаппады. Бүгін күндіз қоян да бұйырмады. Бірақ тамаша демалыс болды. Жақсы демалыс болды. Бастысы сол. Ертең бір аптадан кейін жұмыс. Сол жұмыстың алдында Айбекке де маған да жұмыс бір аптадан кейін. Дұрыстап бір демалып алайық деп. Иә, келесі жылға дейін енді демалысымыз жоқ. Айбек басқа ісменде болып, мен басқа да демалыстарымыз келе ме, сәйкес келмей ме. Сондықтан бір дұрыстап бір күн қонып 24 сағат далада болдық. 24 сағаттан асты. Енді кеше күндіз келдік қой. Бүгін кешке қарай қайтып баратырық. Мына заттың бәрі жинастырғанша әлі жарты сағат өтеді. Қараңғы батады. Міне күн ұясына кірді, ақшам уақыты кірді негізі. Сол, енді видео ұнаған болса, барлықтарыңыз қолдап отырыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қандай бір қателіктер жіберген болсақ, сұрақтарыңыз болса, описаниеде болады. Айбектің инстаграмы, менің инстаграмым. Сол жерге тіркеліп, жекеге жазуларыңызға болады. Мынау бастысы не ғой?
балық аулап, қырып там охоталатып, қоянды да былай да алып жүр ғой, балықты да. Бүгін бір аш емес, біз бүгін бір демалдық, жақсы демалыс болды. Скоро жұмыс, миды тынықтырып алдық. Шаршамай, самое главное. 2-3 сағат жүріп қайтып, 2-3 сағат отырып, тамақ ішіп, 2-3 сағат қайттан жүріп, солай ұйықтап, таза ауада. Сондай болды. Жақсы болды. Міне. Тазылар. Молодец, Когарлан. Красавчик. Мен ерке тазым ғой. Ал, сондықтан келесі кездескенше. Ассаламағалейкум.